Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 4 сабақ. 4 сабақ 2 санын және цифрын үйренеміз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, қай заттар 2-2-ден екенін айт дейді. Суретке қараймыз балалар. Суретте 2 гүл бейнеленіпті. 2 гүл, 2 алма тақтада ілінуілі тұр. Және тақтада жазылып тұрған бір санынан 2 екен, және партада тұрған 2 дәптер, партада отырған 2 қыз бала, 2 ұл бала, 2 парта, 2 сызғыш, 2 қарындаш белгіленген. Түсінікті ме балалар? Бұлар бізде 2-2-ден, яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз 2 санын және цифрын үйренеміз. Енді астындағы тапсырмаға қарайық. Бір қарындаш ал дейді. Тағы біреуін қос, неше болды? Екінші суретте не көрсетілген дейді. Қараймыз. Бір қарындашты аламыз, оған тағы біреуін қосамыз. Неше болады балалар? Бір қарындашқа қосқан кезде балалар 2 қарындаш болады. Келесі суретті қараймыз. 2 қарындаш бар екен бізде, одан біреуін алып тастаймыз. Сонда неше болады? 1 болады. Келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Суретте 2-2-ден берілген заттар бар ма? Қалған суреттегі заттар 2 болу үшін не істеу керек? Қараймыз суретке. Бірінші суретте 2 кітап, одан кейін 2 бояу және 2 қалам бейнеленген. Осы үшеуі бізде 2-2-ден көрсетілген. Енді қарындаш біреу ғана тұр. Ол 2 болу үшін біз тағы да жанына тағы бір қарындаш қосуымыз керек. Сосын астында бір ғана дәптер көрсетіліп тұр. Оған тағы бір дәптерді қосқанымызда 2 болады. Түсінікті ме балалар? Үшінші тапсырмаға қараймыз. Суреттегі заттарды жұптастыр және түсіндір дейді. Қараймыз. Бұларды жұптастыру үшін балалар. Бірінші кілт бейнеленген. Ол кілт мына суреттердің қайсысымен байланысты? Кілт ол құлыппен байланысты, иә балалар? Келесі ағаш. Ағаш қайсымен байланысты? Жапырақпен. Келесі болт. Болт және жаңбыр жауып тұр. Онымен қайсысы байланысты балалар? Қол шатыр. Келесі қараймыз. Келесі бояумен қылқалам байланысты. Дұрыс па балалар? Түсінікті ме балалар? Сабақ түсінікті болса, сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.